Бәріңізге сәлем. Үй тауығынан дәмді сорпа дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың сыртындағы майда түктерінен отқа күйдіріп арылып аламыз. Содан кейін осы тауықты көкөністердің бәрін құрғақ табаға салып, май құймайсыздар, жақсылап қуырып аламыз. Қуырған кезде тауықтың өзінің майы шығатын болады және көкөністердің де сөлдері шығады. Мен қосымша сельдерейдің 2 таяқшасын салдым, өте дәм береді. Қараңыздар, астында ешқандай су құйған жоқпын, май құймай қуырдым. Соның өзінде де осындай мөлшерде астында суы және майы тұр. Енді осы жерде су құямыз, қайнап тұрған су немесе жылы су құйып қайнатасыздар. Артық пиязды, сельдерейді алып тастайсыздар. Осы жерде тұзын көріңіздер, дәміне қарай тұз салыңыздар және мен осындай кеспе салдым. Сорпаның түсіне қарасаңыздар, өте керемет алтын түстес болып тұр. Ол жаңағы пияздың қабығын аршымай салғандықтан және үйдің тауығы болғандықтан осындай сап-сары болып піседі. Дәмі де ерекше. Пияздың негізі қабығы өте пайдалы денсаулыққа. Қабығымен осылай бірге қуырып, содан кейін ортасында алып тастасаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, ас болсын.